Бәріне сәлем, менің кезекті видео сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен present perfect тақырыбын талдайтын боламыз. Hello everyone, welcome to my channel again. And today we'll learn about the present perfect. Сонымен қатар бұл сабақтың ең қызықты бөлігі біз мемдарды қолдану арқылы бұл тақырыпты түсінетін боламыз. Сол себептен арнадан алыстамаңыздар, ары қарай көріп, соңында кері байланыс жазып кетулеріңізді сұраймын. So, let's start our lesson. And present perfect. First of all, we use present perfects by using have and has and also adding the third form of the verb. Яғни біз present perfectті қолданған кезде біз етістіктің үшінші формасын қолданамыз. Ол бізде белгілі easy жалғау арқылы жалғанады. Сонымен қатар, easy жалғау жалғанбайтын болса, етістіктің өзінің белгілі бір бекітілген үшінші формасы болады. Мысалы, lose, lost, lost деген сияқты. Немесе do, did, done. Бұл бізде белгілі бір кесте бар, сол жақтан жаттап алу керек сөздер. Ал енді have бен has'ды қай кезде қолданамыз? Біз have'ді I, we, they, you деген сөздермен қолдансақ, has'ды he, she, itпен қолданады екенбіз. So, the present perfect simple is have, has plus past participle, and the past participle often ends in ed. But also we have verbs which are irregular. Next. Енді жағдаяттарды қарап көрейік. Ең қызықты нәрсе осы шығар, So, present perfect. We use it when the action happens in the past and we see the results right now. Яғни, белгілі бір іс-әрекет өткен шақта болып қойған, және де біз оның результатын, нәтижесін енді ғана көріп отырмыз. Барлығымыз білетін, мына мем бар шығар, Я Сабинина мама, у Сабины кроссовок потерялся деген. So, Sabina has lost one of her sneakers. Сабина өзінің кроссовкиінің біреусін бұрында жоғалтып алды, және де оның нәтижесін біз енді көріп отырмыз. Яғни осы жағдайда біз present perfectті қолдана алады екенбіз. So she's lost her sneakers in the past and she lost it and doesn't have it now. Біз результатты тек қана қазіргі шақта бірақ көріп отырмыз. Ал енді келесі жағдаятты қарайтын болсақ, мына видеоға назар аударайық. Have you ever had a dream that you had you could you want him to do you so much you could do anything? Яғни осы жерде белгілі болғаны бойынша бізде өткенде болған іс-әрекеттің бір нәтижесін сұрап жатыр, Яғни бұл жақта іс-әрекет қашан болды, қалай болды, жалпы қандай іс-әрекет болғанын емес, оның нәтижесін сұрап жатыр, Experience without exact time. Яғни опыт, тәжірибе белгілі бір уақытсыз. Have you ever had a dream? Сенде бір осындай белгілі бір арман болды ма? Деген сияқты. Енді үшінші жағдаятқа бір назар аударсақ. First time? Yeah, you? No, not my first time. Яғни бұл жерде first time деп сұрады. Яғни біз бір нәрсені бірінші, екінші немесе үшінші рет жасайтын болсақ, онда біз осы present perfectті қолдана аламыз. Мысалы, Sarah has lost her passport again. This is the second time this has happened. Сара өзінің паспортын жоғалтып алды, және де бұл this is the second time. Бұл екінші рет. Уже екінші рет орын алып жатыр бұл жағдаят дейді. Немесе Andy is phoning his girlfriend again. It is the third time he's phoned her this evening. Andy өзінің қызына үшінші рет уже звондап жатыр. Яғни белгілі бір іс-әрекеттің қайталанғанын айтқан кезде біз осы present perfectті қолданады екенбіз. Сонымен бір нәтиже жасап жіберсек, бізде present perfectдің негізгі қолданылу формуласы бұл have бен has'дың қосындысы, және де past participle жалғанады екен. Past participle дегеніміз бұл жаңағы етістіктің үшінші формасы. Және де оның қолданылудың және де present perfectдің қолданылуының үш жағдаяты бар. Бірінші, when we see the results now, not when it happens, яғни результатты қазір көрген кезде. The second one is life experience, яғни өмірімде болған бір іс-тәжірибемен алмасқан кезде, бірақ уақыты белгісіз болу керек. And also talking about the first, second time. Яғни бір іс-әрекеттің уже бірнеше рет қайталанғаны туралы айтқан кезде біз осы present perfectті қолданады екенбіз. Енді сіздермен бірге practice time, осы present perfect тақырыбының грамматикасының Kung Fu Panda мультфильміндегі қолданылуын бір үзінділерден қарап жіберейік. Ең алғашқысы мына үзінді. You'll never be the Dragon Warrior unless you lose 500 pounds and brush your teeth. What is that noise you're making? After I never heard of it. Work hard, Linda, and maybe someday you will have ears like mine. Яғни I have never heard of it деді, Мен бұл туралы ешқашан да естіп көрмедім. Келесі жағдаят. You think this is funny? Tylon has escaped from prison and you're acting like children. What? He is coming for the Dragon Scroll and you are the only one who can stop him.
Цайлун has escaped from the prison. Цайлун түрмеден қашып кетті дейді. Яғни бұл уже результат болып тұр, иә. Бұл өткенде болған іс-әрекет, қазір біз оның результатын ғана көріп тұрмыз. Сол сияқты үшіншісі. Our only hope is the dragon warrior. The panda? That's the panda. Master, please, let us stop Tai Lung. This is what you've trained us for. No, it is not your destiny to defeat Tai Lung. It's his. Where do you go? This is what you have trained us for. Сіз бізді осы нәрсеге дайындаған едіңіз ғой. Бұл да this is what you have trained us for, яғни өткенде болған іс-әрекетті бір опытты айтып тұр, иә, experience, яғни тәжірибе туралы айтып жатыр. Және біз оның нәтижесінде дәл қазір көріп жатырмыз. Осы себептен де бұл бөлімдерде біз present perfect'ті қолданған екенбіз. Ал енді бұл сіздердің үй тапсырмаларыңыз. Қаласаңыздар, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Мен тексеріп, кері байланыс беріп шығатын боламын. Осымен біздің видео сабағымыз аяқталды. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Goodbye.